Баршаңызға сәлем, сіздер мен Луиза. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге чимчи корей салатының рецептісімен бөлісемін. Бұл рецептпен мен өзім бұрыннан жасап келемін. Сіздер де жасап көріңіздер осы рецептпен. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркелуді ұмытпаңыздар және достарыңызбенен бөлісіңіздер. Бұл салаттың рецептісі интернетте көп, және бұл ең оңай және үй жағдайында жасалатын әдістердің бірі. Ең алдыменен капусталарымызды тазалап аламыз. Сыртындағы бірінші қабатын осылай жұлып алып тастаймыз. Олар бізге қажет емес. Енді капустамыздың төменгі жағын осылай пышақпенен кесіп аламыз да, қолымызбен қақ ортасынан бөлеміз. Артық жерлерін кесіп алып тастаймыз. Енді тазалап турап алған капустамызға осындай ара-арасына тұзды сеуіп шығамыз. Тұзды капустаның осындай түбіне және қалың жерлеріне жағып шығамыз. Себебі тұздаған кезде осы жерлеріне жақсылап тұз сіңу үшін. Енді тұз суымызды дайындаймыз. Ол үшін 1 литр суға 3 ас қасық тұз қосып, тұзымыз ерігенше жақсылап қозғаймыз. Мен бұл суды қайнатпаймын және краннан алып, немесе фильтрден алып қолдана берсеңіздер болады. Енді осы капусталарымызды үлкен ыдысқа тығыздап салып шығамыз. Енді дайындап алған тұз суларымызды осы капустаның үстіне құйып шығамыз. Менде 5 литр су кетті. Әр литрге 3 қасықтан тұз салып отырасыздар. Капустамыз толықтай бататындай етіп су құйып аламыз да, үстін осындай ауыр затпенен бастырып қоямыз. Енді осы ыдысымызды салқын жерге 2-3 күнге қалдырамыз. Тұздары жақсылап бір-біріне сіңу үшін. Міне мен капустамызды тұздағаныма 2 күн өтті. Суы осындай кішкене лайқаланып тұр. Капустамыз дайын болмағанын осындай капустаны аласыздар да майыстырып көресіздер. Егер сіздердің капусталарыңыз сынбайтын болса, ол дайын болды деген сөз. Капусталарымызды судан шығарып, суларын бір сырғытып аламыз. Енді осындай ащы аджикаменен капустаның араларына жағып шығамыз. Капусталарымыздың барлығына осылай аджикамызды жағып шыққаннан соң, ыдыстарға осылай салып шығамыз да, үстіне жаңағы тұз суымызды құйып, холодильникке салып қоямыз. Міне осымен салатымыз дайын болды. Турап жіберуге болады. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Луиза. Келесі видеода көріскенше сау болыңыздар.